Сәлем, бұл Meden Music жобасы. Енді достар, шығарманы ойнап үйренейік. Ең алдымен сол қолдағы таяқшаны ми нотасына қоямыз. Яғни ол бізде сары түс. Оң қолдағы таяқшаны көк түске апарып қоямыз. Бірінші сары дыбысты бастаймыз. Сосын көк түсті 4 рет басамыз. Сосын сарыны ойнаймыз. Сосын жасыл түсті ойнаймыз. Енді осы әуенді бір сатыға жоғары ойнаймыз. Яғни жасыл түстен бастап осы әуенді ойнап шығамыз. Енді осы екі бөлімді бірге қосып ойнайық. Жарайсыңдар. Енді үшінші бөлімде біз бірінші бөлімдегі ойнаған әуенді қайтадан ойнаймыз. Енді біз төртінші бөлімде жасыл түстен бастаймыз. Демек сол қолымызды жасыл түске, оң қолымызды көк түске қоямыз. Екі мәрте сары түс тұрамыз. Бірінші сол қолмен, екінші оң қолмен. Дәл осылай қызғылт сары түспен қайталаймыз. Соңында қызыл түспен аяқтаймыз. Енді үшінші мен төртінші бөлімді қосып ойнайық. Түсінбеген жерлеріңізді кітапшадағы ноталарға қарап алыңыздар. Бүгін біз халық әні Еркемай әнін ксилофон аспабында ойнауда үйрендік. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.